Жұрттың бәрі білет. Өлетұғын және өлім үнемі қартайтып кететұғынын бір алғанда қайта жібермейтұғын. Қазақ осығанда амал жоқ нанат, анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және хамманы жаратқан Құдай бар. Ақиретте сұрау алады, жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылқайды. Жазғыруы да, жарылқауы да пендесіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қиау да бар, бегірек есепсіз жетістіру де бар деп, бәріне сендік дейді. Жоқ, онсына мен сенбеймін. Олар сендім десе де, анық ақиқат көзі жетіп, ден қойып, үйіп сенбейді. Ол екеуіне анық сенген кісі уайым ойлап не керек? Осы екеуіне аяқты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егер де осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендір аламыз? Оны қайтып түзет аламыз. Оларды мұсылман деп қалайша иманы бар ғой дейміз. Кім-дегім ақиретте де, дүниеден де қор болмаймын десе, білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі ынтық, құмарлық бірдей болмайды. Екі қорқыныш та, екі қайғы да, олар да бірдей болмайды. Мұндай екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы ақирет қайғысынан, ақирет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер, біздің қазақ та мұсылман екен. Егер де екі нәрсе болса, бірі ақиретке керекті, бірі осы дүниеде керекті. Бірін алса, бірі тимейтұғын болса, сонда біреу ақиретке керектіні алмай, екінші кез келгенде алармын деп. Жоқ, егер кез болмайтығын болса, кен Құдай өзі кеңшілікпен кешірер дағы. Мұна кез келіп тұрғанда, мұны жіберіп болмас деп, дүниеге керектін алса, енді ол кісі жаным берсе, ақиретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға бола ма? Адам баласына адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайығың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің, бәрі бірдей ақиретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, мақшарда сұралуың, бәрі бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне қаупың, екі дүниенің жақсылығына, рахатың бәрі бірдей екен. 5 күндік өмірің бар ма жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің. Өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің бағына, біреудің малына күндестік қылып, я көрсе қызарлық қылып, көз алартыспақ лайық па? Тілеуді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз ветімен еңбегімді шандыр демей, пәленшенікін әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына лайығы бар ма? Екі сөздің басын қосарлық не ақыла, не ғылымы жоқтыра, өзімдікін жөн қылам деп, құр өй тәңір-ай деп таласа бергеннің несі сөз? Оның несі адам?